Даңғын қайда төске өрлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы дауыл, сезімі аспан, тек жеңіспен көз ашқан. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сызат түсті, мына сенің арқаңда. Деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған, болар бәлкім алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып, қанша үмітім желге ұшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып, егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал, шалалаусың деп жымиды Шыңғысхан. Сақталмауы мүмкін емес зердеңде, сен 9-ға келгенде, ұлы жылы Үкітайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқам оңашалап өзіңе. Сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір әке, балалық па, зерсіздік пе, шалалық па, тек нобайы ғана қапты ойымда. Ұмытпасам Массагет даласында, аңдысқан қас пен достың арасында, атса садақ дарымайтын, мың мен жеке шайқасса арымайтын, шапса қылыш кеспейтін, жанарынан мейірімі өшпейтін, өтіпті бір өжет батыры нар кісі. Деп баласы кібір тіктеп тоқтады. Есімде жоқ әке, одан арғысы. Есің кетсе, естіге кіріп тарсың, ең бастысын ұмытқансың, деп Шыңғысхан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйе қайыс ардай зіл жатты. Жә ендіше түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайын дала төсінде, сан мың әскері жеңбеген өртал алыпты, бірақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында, айлакер жан соны жазбай таныпты, қай кезде де айла кескен нарықты. Жақын барып үңілместен жаңауына, шығам деме ұлым жеңіс тауына, адам азба күшке сеніп адасқан, жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма, болса қайсы оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ бар кез сенің жүру керек басыңда, менің күллі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы, ұқтым әке деп жымиды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар, 6 ай бойы алапатқа жеңілмеген отырар, 6 күнде жермен жексен қирады, ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шаман жаққан. Ұлы қала Азияның маңдайына сыймады, без бүйрек жау сәбилерді, шал шауқанды кемпірді, тіпті жүкті әйелдің де ішін жарып өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шарлап мұңлы аспанда, отырардың аянышты зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар, нән қаланың асқақ әні осы менен шектелді. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғысханға келді. Оның бірі аты аңызға айналған, 6 ай бойы отырарды, апшығам деп арпыласқан қайраннан, аман өткен сан алапат майданнан, жүрек шамы ізгіліксіз жанбайтын, қанаттыны талаптыға жалғайтын, Фараби мен Яссауидің жырларын таңнан таңға жатқайтудан талмайтын, әрі өзгеше ел басқару мәнері отырардың қайыр атты ханы еді. Екіншісі қара мұртты, қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Қайран тірлік бақпенен сор қырқысқан, түлкі сайға қыран өрге тұрмысқан, екеуіне алма кезек көз тастап, ұзақ үнсіз ойға шомды
Шыңғыс хан. Иә, Хайыр хан, деді сосын жай ғана. Рух ердің өзегі ғой қайдада, ең әрісі жеңілістің өзінде, шешкін келіп тұр өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты, салмақ болып, тәніңді әбден қорлапты. Батырлықтан бағың бірақ жанған маған қарап күліп тұрсың сонда да, олар сенің жеңгенімен тәніңді, амал нешік жеңе алмапты жаныңды. Мысқыл күлкің салды маған қаншама ой, шіркін сендей бес қол басшым болса ғой, қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға, бөлеп дарқан күйге мені бүкіл әлем билер еді аяғымның астында. Ха-ха-ха-ха, ал мына бір сатқынды, Құдай саған қайдан ғаны тап қылды, қайғылы әрі күлкілі, қайран аңқау дара тұлға, аңғармапсың қанатыңа жасырынған түлкіні. Ерлігіне осы болсын сыйлығым, саған қидым бұл сатқынның билігін. Тұр еді еркін езу жимай күлімдеп, мына әңгіме лезде құтын қашырды, қарашоқы есі шыға дірілдеп, Шыңғыс ханның аяғына бас ұрды. Олы ханым, әділдік пе мұныңыз, өле өлгенше боп өтейін құлыңыз, отырарды мен қол ұшын бермесем, оңай жаулап алар меді ұлыңыз. Оған дау жоқ, деді Шыңғыс төнеріп. Сенен асқан бар ма бірақ тірөлік, қастерлінің бәрін жыққан табанға, азған сен бе әлде мына заман ба? Тым құрыса қасиетті бір сезім қалу керек емес пе әрбір адамда? Рас, менің нөкерлерім безбүйрек, зұлымдықты ерлік деп те таниды, олар тіпті өкшесімен езгілеп, кете алады жазығы жоқ сәбиді. Одан да ірі хайуандыққа жете алады төзімі, бәрін өзім үйреткенбін о баста, қаталдық пен аяушылық сезімі, жауынгердің жүрегінде түспеу керек таласқа. Түспеу ләзім қос сезімнің дауына, мен осыған қатты көңіл бөлемін. Қаншама иттік етсе де олар жауына, туған жерін сатпасына сенемін. Дәмелендің шығарар деп төріне, жетті көзің, ол үмітің құр елес, опасыздың жасадың ба еліңе, ертең саған мені сату түкемес, шарам нешік тұрмын сені таяп, сорлы отансыз қарайыпсың қаныңа. Қашан мені сатарыңды күтпей ақ, алдыңды орап кеткеніме налыма. Жақсылығым қайтпады деп арыма, сатқындыққа сатқындықпен тіл қату, ұқсамай ма табиғаттың заңына? Құлақ түрер кім қалды енді зарыңа? О дүние сапарына сатқыным, сенің аттап әділдікпен барына. Нөкеріне бұрылып, қане қылыш ұстатыңдар, Қайсар батыр Қайырханның қолына. Тоқта Шыңғыс, деп Қайырхан саңқ етті. Бұл баланың әкесі бір нар текті. Адам еді елге сыйлы, зиялы, адам еді адал, ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем, сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар, сеніміме содан түскен таңба бар. Мақұл көрсең, әкесін бұл сатқынның, осы араға алдырғаның жөн болар. Келді ме әлі жауының сыр тартқысы, Шыңғыс басын ізеді оған үнтінсіз, біраздан соң қаба сақал қарт кісі, екеуіне қарсы қарап тұр үнсіз. Қайыр айтты: жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан. Қария айтты: сыйлы басым қуарды, жария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды.
әділі сол көнбе, мейлің, көн мейлің, әр адымы қиындаған, адал өлім бұйырмаған, менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінә әрине өзімде, бұл баланы жаңа туған кезінде перзент үні тұсаған, жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын нағашысы бауырына басқанды, қателігім осы арадан басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына, ер жеткен соң қайта келді қолыма, бөренені жарып шыққан сынадай. Бабалардан бізге жеткен, құлақтыны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан ісі кіргенше, жер қадірін, ел қадірін, ең бастысы тіл қадірін білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялып күлгенше, көтергенше балаң ойдың желкенін, қиынаса да қиқар соқпақ қиыс жол, өзін туған қасиетті өлкенің ауасы мен дем алуға тиісті ол. Мен осынау борышыма әкелік. Нем құрайды қарадым да, кінәлі боп ар алдында жібердім зор орны толмас қателік. Міне төрім бірігіп тұр көріме, көрінетін бетім барма еліме, мына сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Азғындықтың соңы бізбен құрысын, сабақ болсын ертеңгі атар күн үшін, құм мәңгілік бүркей алмас асылды, даңқын көктеп өтеді әлі ғасырды. Ал қимылда қалды уақыт тым қысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды, асығып тұр мынау залым Шыңғыста. Қайыр айтты. Иә, қоштасар келді күн. Азбан Шыңғыс ел тарихын қорладау, ойлап тұрсам енді бәрі арманау, отырардың жан қиярлық ерлігін, жыр ететін әттең ақын қалмадау. Шыңғыс айтты, өкінген мен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға, бұйрық еттім түгел қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды. Қария айтты, қателестің қалады. Жұма бұрын шеткі елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелді, бұл еңбегің жарады. Бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қыраны, талай өзен тасып өтер, бәлкім талай ғасыр өтер, деп қайырған жасқа толып жанары, отырарға қимай ұзақ қарады. Оян қайыр бабатайым, қасиеттім, қымбаттым. Сан алапат тасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң, өзіңді іздеп тіл қаттым. Аман қапты батыр арман, отқа оранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндері санатты ұрпақ тараған. Дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама, айбарлым, сені ояту үшін қанша ойландым. Еңіреген ер ең аузы дуалы, бізге жетті жүрегіңнің шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларын туады. Күллі Азия көз тігетін таңдана, құм астынан көрінбейді паңқала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды, оң қабаппен қабылдай көр жан баба.